Сәлем достар, сіздермен бірге лайм арнасы және де бүгінгі біздің түсіретін видео пицца жасау, яғни сырсыз, яғни үйіңізде сыр болмаса да пицца жасай беруге болады. Және бізге керекті қоспа ол әрине де колбаса және кетчуп, майонез. Және менің жасайын деп жатқаным өте оңай, яғни кейде бір 5 минуттың ішінде дайындап жегіңіз келсе жасалатын пицца. Яғни ол сіздің пешіңізге байланысты. Яғни бұл пицца әр адамның үйінде бар қоспалармен жасалынады. Бірінші біз қамырымызды жасаймыз, яғни оған табақшаға біз дрож, қоспаларға келетін болсақ, дрож, ашытқы, яғни жылы су және қант және тұз қосып, жақсылап араластырып, бетін осындай салафанмен жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Оған дейін біз колбасамызды турай берейік, және қазір яғни біздің тестамызға байланысты пицца жасалынатын болады. Ендеше кеттік. Әрине барлығын жасамас бұрын жуу керек, тазалық. Мен примерно осынша жетеді деп ойлаймын. Әрине бұл кезде үлкендердің көмегіне жүгініңіздер, егер кішкентайлар жасап жатсаңыздар, әпкелеріңіз немесе аналарыңыз қастарыңызда болуы қажет. Достар, біздің осындай, яғни тамақ әзірлеу, яғни ас әзірлеу видеоларымызды қаласаңыздар, яғни неше түрлі торт, пирог, немесе тағы да басқа тамақтар, мысалы қарапайым макаронды жасау, немесе картошка дайындау, немесе осындай пицца сияқты заттарды дайындап үйренгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп, лайк басып және пікір қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Яғни осы біз түсіріп тұрған лайм арнасына пікіріңізді қалдырып кетіңіз, қандай видео қалайсыз. Одан да бөлек басқа да видеолар қалайсаңыз жазып кетіңіз, біз міндетті түрде сол видеоны түсіретін боламыз. Әрине оған көп адамдар қаласа. Әрине осындай істеу барысында, тамақ жасау барысында осындай қылып нанмен жеп қоямыз енді. Ол бәрінде болады деп ойлаймын. Достар, әңгіме айтып отырып турап та біттік, және қазір енді біз қамырымызға ұн қосып илейтін боламыз. Біздің жаңағы айтқан қоспаларымыз тұрды 15 минут, міне осындай күйге жетеді, және содан кейін осыншама біз осынша кесемен сұйық май қосамыз. Біздің рецептпен істеңіздер, өте керемет шығатынына сенімдімін. Енді келесі жаймендеп ұнымызды қосып, жіп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, біз 3 кесе ұн қостық. Енді жақсылап илеп, ұнымызды қосып отырамыз. Міне осылай илейміз. Біз 1 пицца немесе 2 пицца істейміз. Достар, біздің жаңағы илеген қамырымыз осындай консистенцияға жету керек. Жіп-жұмсақ, кішкене қаттылауда болу керек. Өткен қазір біз бұны жылы жерге 40 минутқа қоятын боламыз. Содан кейін 2-ге бөліп, өздеріңіздің қанша қосасыздар соншаға бөліп пісіретін боламыз. Міне қамырымыз өте жұмсақ, көрдіңіздер ғой. Және біз бұған 4 кесе ұн қостық, бізге осы да жеткілікті. Және манағы немен осылай қылып бетін осылай қылып жауып 40 минутқа газдың үстіне болсын немесе жылы жер болады ғой, сол жаққа қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз тұр, міне бетін жаптық, яғни осындай салафанмен осылай жауып қойдық, енді жылы жерге 40 минутқа апарайық. Және достар, біз оған дейін өзіміздің басқа да тіршіліктеріміз жасап уақытты өткіземіз. Келесі кезекте бізде майонез және кетчуп. Және достар, бір айта кететін жайт, біз сыр қоспай істейік деп едік, бірақ сырсыз беті қатып қалады. Әрине, сондықтан біз сыр қосуға бел будық десек те болады. Енді қазір көреміз, барынша дүкенде сыр болса, әрине қосамыз. Егер де сіздерде сыр болмай, дәл қазіргі уақытта жеп тастасаңыздар, онда ше пиццаны істеуге болады. Ал егер шамал уақыттан кейін алып қоятын болсаңыздар, оның беті қатып қалады. Енді достар, келесі кезекте осындай бір ыдыс болсын, соған қасық керек, және осы 2 майонез бен кетчупты салып араластырып аламыз. Егер де сіздер бөлек-бөлек қосам десеңіздер,
қамырды жайып, кетчупты жағып, колбасаны тастап, үстіне және майонезді жағып, торгөз қылып, және үстіне сыр сепсеңіздер болады. Ал майонез қостық, және сіздерде погода қалай? Бізде қар жауып жатыр. Міне кетчупты да қосып алдық. Міне дайын. Және қамырымыз көтеріліп жатыр. Достар, міне біз магазиннен сырды да таптық. Міне. Және достар, тағы да бір жаңа жылдық видео қаласаңыздар, жаңа жылдық подарка ашу дегенде қаласаңыздар, комментке қыдырып кетіңіздер. Негізі күшті болып қар жауып жатыр. Енді бөлек ыдысқа сырымызды үпкіштен өткізетін боламыз. Достар, біздің уақыт болып қалыпты, сондықтан яғни қамыр тестамыздың уақытысы болыпты. Және міне осылай қылып табаға майды жағып аламыз. Және осындай бағанағы кетчупымыз тұр, дайын барлығы, және біздің ірімшігіміз, және бағанағы колбасаларымыз. Енді тестамызды алайық. Достар, біздің қамырымыз өте жұмсақ. Міне мен осылай жайып жатырмын. Достар, және сіздер қалай ыңғайлы өздеріңіз солай жаясыздар, оқтаумен немесе басқа да нәрселермен жая берсеңіздер болады. Келесі енді жаңағы кетчуп пен майонезімізді үстіне жағамыз. Және мен барлық жеріне жағып шығамын, өйткені мынандай нанны қалып қойса, бұны желінбей қалуы да мүмкін, сондықтан барлық жеріне жағып, өте керемет қылып дайындайтын боламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, мысалы, арнайы силиконды таяқшамен немесе қасықпен әртүрлі араластырсаңыздар болады. Мен жаңа табаға май жаққанда силиконды таяқшаны қолданған болатынмын. Ал енді мына яғни қоспамызды қосатын кезінде қасықты қолданып жатырмын. Мен өте оңай заттармен дайындап жатырмын. Әр адамның үйінде болатын сондай заттармен дайындап жатырмын. Енді бізде келесі қоспамыз ол колбаса. Жайлап қосайық. Яғни шұжық. Колбаса, шұжық әртүрлі айтылады. Және мен бұдан көптеу қылып қосамын, өйткені бұл барлығымызға жету үшін, мысалы, бір жерінде болмай қалса, оны жей алмай қаламыз дегендей. Сондықтан жақсылап орналастырамыз. Достар, мен өте мол қылып қосып жатырмын. Әлі өткен бізде шұжығымыз жеткілікті. Келесі тестамызға да жетеді. Әлі тағы да турайым десем тураймын. Сондықтан мол қылып істеп жатырмын, өте дәмді болу үшін. Енді келесі сырымызды қосамыз. Ал енді сыр қосайық. Біз сырдан көп қоспаймыз, кішкене қосамыз, өйткені ондай сырды көп жей бермейміз. Тек біздің үйде сырды жақсы көретін менің сіңілім. Сондықтан қосып жатырмын. Міне достар, біз сырымызды да қосып болдық. Енді пешімізде біз 180 градуста 30-35 минутқа қоятын боламыз. Ол әрине сіздердің пештеріңізге байланысты. Достар, біз өзіміздің пешімізге салайық деп жатырмыз. Сіздер газға да пісірулеріңізге де болады. Неше түрлі. Бізде градусы тұр, тек уақытын қою ғана қалды. Не? Болды. Пиццамызды енді күтеміз. Вот, достар, біздің пиццамызда пісті. Ал ас болсын, қазір біз шай қойып жатырмыз, сонымен ішу үшін. Не, достар, өте керемет болып шықты, қарасаңыздар. Қазір енді дастарханға қояйық. Көрейік, ал пиццамыз қалай болып шықты екенін өзіме де қызық. Дәмді секілді, өткен түрі өте әдемі. Сіздерге қалай көрініп тұрғанын білмедім, бірақ түрі өте керемет. Ал енді дәмін татайық бірге. Қамыры да өте керемет болып шықты. Ас болсын, өте керемет болып шықты. Достар, егер де осы пиццаны соңына дейін тамашалаған болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған лайм арнасы. Ас болсын. Сау болыңыздар.